Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Сіздермен бірге әрі қарай слайд дәрісімізді жалғастырамыз. Ә, ақпараттық ақпарат теориясының негізгі түсініктері мен міндеттері тақырыбын әрмен қарай жалғастырамыз. Бұл пәннің кіріспесін өткен сабақта бастадық. Енді сол пәніміздің түсініктері мен міндеттерін әрі қарай жалғастыратын боламыз. Ақпарат ұғымына тоқталдық. Ақпарат ұғымы, түсінігі, міндеттері дегеніміз латын тілінен аударылған ақпаратты түсіну, беру, таныстыру деген мағынада айтылады. Ақпарат бұл әлемнің бір шынайы көрінісі болып саналады, өңдеу объектісі болып табылады. Ақпарат қоршаған орта объектілері мен құбылыстары туралы, олардың параметрлері, қасиеттері, жай-күйлері, сонымен қатар осы ақпарат туралы бар білімнің толық бір үлкен жиыны деп атауымызға болады. Ақпаратты ұсыну бұл қандай да бір ақпарат тәсілінен тұрады, ақпараттың тәсілінен көрсетіледі. Ол сыртқы түрден тұрады. Абстрактілі ақпаратқа көшу интерпретация деп аталады. Бұл ауысу тек ойдан шығарылған, елестететін болуы мүмкін. Елес түрінде болуы мүмкін. Ақпарат ол материалдық әлемде, жаңағы барлық физикалық объектілерде, денелерде, немесе қандай да бір процестерде бір-бірімен өзара әрекеттесіп, әртүрлі типтегі сигналдар немесе хабарламалар арқылы туындауы мүмкін. Ақпарат қандай да бір деректерді бақылайды, оларды код арқылы шифрланады, жазбасы, олардың объектісі, байланыс түрі, түсіндіру, өңдеу, осы ақпараттарды ары қарай жаңа бір ақпарат ретінде беру үшін қолданушыға сондықтан ол деректер көзі арқылы жүзеге асырылады. Ақпарат адам өміріндегі жаңағы қандай да бір ресурстардан тұруы мүмкін. Бұл жеке құжаттар немесе жаңағы архивтегі қорлардағы құжаттар, мәліметтер, банктердегі ақпарат жүйелері және басқа да деректер базасы дейміз ғой, деректер қоймасындағы құжаттардың массивтерінен тұрады. Бұның барлығын біз ақпараттық ресурстар деп атаймыз. Ақпараттық ресурстар дегеніміз бұл адамдар қоғамды әлеуметтік пайдалану үшін дайындаған және материалдық бұқаралық ақпарат құралдарына жазған білім болып саналады. Ақпараттық ресурстар ол жаңағы маңыздылығы жағынан шикізат, энергетика, қазба байлықтары және басқа ресурстарда қолданылады. Соларға ұқсас стратегиялық ресурстар ретінде қарастырылады. Егерде біз бұны адам өмірінде ақпаратты қарайтын болсақ, осы ақпараттық ресурстар ақпараттық жаңағы бірнеше түрінен байқауға болады. Ақпараттық қасиеттер ол объективті, субъективті болады. Объективті байланыс бұл ақпарат деректердің тұтынушыға қолданылатын әдістердің бір түрі. Бұл субъективті байланыста болуы мүмкін. Ақпарат сапасы пайдаланушылардың қажеттілігіне байланысты, олардың мақсаттарына, құндылықтарына сәйкес дәрежесін сипаттайтын ақпараттық қасиеттер жиынтығы. Осының барлығы ақпарат сапасынан тұрады. Ішкі сапасына мағыналық қауіпсіздік, ішкі сапасына мағыналық, сыртқысына қауіпсіздік болып бөлінеді. Ішкі мағыналық бұл жаңағы басқа жүйеге өткен кездегі ақпараттың сақталуын айтады. Ал қауіпсіздік дегеніміз орналасқан ақпаратқа тән немесе тек белгілі бір жүйеде қолданылатын ақпаратты айтады.
Ақпараттық процесстер бұл оның барысында жаңағы жүретін процестің ақпараттық мазмұны немесе ұсыну формасы. Іздеу, сақтау, тасымалдау, байланыс процесстері, ақпаратты өңдеу және пайдалану бұлар ақпараттық процесстер деп аталады. Негізгі ақпараттық процесстер ол жинау, ақпаратты сақтау, өңдеу және беруден тұрады. Ақпараттық процесстер ақпаратты іздеу, сақтау, тасымалдау, алу, өңдеу, қорғау, пайдалану процестерінен тұрады. Ақпаратты іздеу процесі жаңағы біздің айтқан тікелей бақылау, қандай да бір тиісті әдебиеттерді оқу, бейне, теледидар, бағдарламалар, радио, кітапханалар, архивтегі қорлар, басқа да әдістердің барлығын біз ақпаратты іздеуге жатқызамыз. Ақпараттық процесстер бұл деректерді жинау, бұл субъективті жеткілікті толықтықты қамтамасыз ету мақсатында деректерді жинау әрекетінен тұрады. Ақпарат деректерден және барабар әдістен тұрады. Ақпараттық процесстер серверден тұрады және сервер арқылы клиентке бағынады. Бұл байланыс каналы арқылы жүзеге асады. Байланыс каналы дегеніміз сигналдың таратқыштан қабылдағышқа берілуін қамтамасыз ететін табиғи немесе жасанды материалдық объект болып саналады. Ақпараттық процесстер жоғарыда айтқандай деректерді сақтау, тұтынушыға беруге дайын болатын формадағы мәліметтер, бұлар ақпараттық процесске жатады. Ақпаратты сақтау, ақпаратты жинау немесе жаңағы алынған ақпаратты пайдалану үшін және бірнеше рет сақтау үшін қажет. Ақпаратты сақтау дегеніміз ол кеңістіктегі және уақыттағы ақпаратты тарату тәсілі болып саналады. Ақпараттық сақтау тәсілі оның құралына байланысты болады. Осымен біздің бүгінгі дәрісіміз тәмам. Келесі сабақта осы дәрісімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте жүздескенше сау болыңыздар.